Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Мейрамбек Беспаев жайлы айтамыз. Бастамас бұрын командама тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Соңғы ақпараттарға қарағанда қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Мейрамбек Беспаевтың денсаулығы сыр берген. Review News бағдарламасының мәліметіне сәйкес, өнер иесі сырқаттанып тұрса да, өнердегі досы Ринат Зайытовтың жеке шығармашылық кешіне қатысқан. Толық ақпаратты видеоның соңында көрсетемін. Қазір әдеттегідей жұлдыздың өмір баянына тоқталсақ. Оның қоңыр үнін тыңдамайтын қазақ кемде-кем. Қазақ эстрадасындағы шоқтығы биік нағыз әнші. Кейде сырт көз оны өркөкірек көрінеді дейді. Алайда ол өзін жұлдыз емес, қазақы қоңыр тіршілікті аңсайтын қара баланың бірімін деп қана санайды. Шындығында біз сахнадан ғана таныған Мейрамбек Беспаев қандай адам? Мейрамбек Беспаев қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, Музарт тобының солисті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. 1976 жылдың 7 қарашасында Жамбыл облысы Талас ауданында туылған. Тараз қаласындағы номер 37 қазақ орта мектебінде оқыған. Содан соң осы қаладағы Глинка атындағы музыкалық мектептің қобыз сыныбын тәмамдаған. 1989 жылы Алматыдағы Күләш Байсейітова атындағы музыкалық мектепке ауысады. 1994-1998 жылдар аралығында Жүргенов атындағы өнер академиясының драма, кино, актер факультетін бітірген. Мейрамбек отбасында 3 ағайынды, үйінің тұңғышы, өзінен кейін Айнұр, Гүлнұр есімді 2 қарындасы бар. Әкесі Әбіл Әшім Беспаев, анасы Жібек Жолдасова. Әнші ата-әжесінің қолында тәрбиеленген. Әжем керемет ән айтатын. Әншілік маған сол кісіден дарыған шығар, дейді жұлдыздың өзі. Бала кезінде футболға қызығып өскен Мейрамбек есейгенде дәрігер болуды армандапты. Алайда өнерге деген құштарлығы басым түскен. Сонымен қатар кішкентай кезінде қолына қағаз қарындашын алып, жиі сурет салған. Ал қазіргі әншінің хоббиі кептер өсіру. Өзінің айтуынша, ата-анасынан бала кезден бөлек тұрып, өз бетінше өмір сүруге үйренген. Бүгінде қоңыр дауысты үнімен әр қазақтың жүрегіне жол тапқан Мейрамбек Беспаевты дүйім жұртқа танымал еткен Бозторғай әні еді. Жетім баланың зар мұңын жүрекке жеткізе білген қаршадай баланы жұртшылық қазақтың Бозторғайы деп атап кеткен. Тіпті осы әнді орындағаннан кейін ел арасында Мейрамбек жетім екен, оны біреулер асырап алған көрінеді деген сынды қаңқу әңгімелер тараған. Мейрамбек Беспаевты алғаш рет киелі сахнаға шығарып, әншінің жұлдызын жаққан бас ұстазы Алтынбек Қоразбаев. Мен сияқты талантты балалар көп болды, бірақ Алтынбек Қоразбаевтың көзі маған түсіп, мені шәкірт етіп, үлкен өнерге әкелгеніне өте қуаныштымын. Өнер әлемінде көп қиындық көрмей өскенім сол кісінің арқасы болар, деген еді әнші бір сұхбатында. Бозторғай әнінен кейін бала Мейрамбектің танымалдылығы артады. Ұстазы Алтынбек Қоразбаевпен бірге қара домбырасын қолына алып, ауыл-ауылды аралап гастрольдік сапарларға шыққан. Бала кезде гастрольдік сапар көп болды. Алтынбек аға екеуміз көлікке отырып аламыз да, кез келген ауылға кіріп кетіп, концерт беретінбіз. Қиын қыстау, елде ақша жоқ замандарда тегін концерт берген кездеріміз болды. Бірақ сол кездегі көрерменнің өнерге деген сүйіспеншілігі өте ерекше болатын. Әсіресе домбырамен айтылатын ескі әуендерге. Қазір заман өзгерді, тыңдарманның талғамы басқа болып кетті. Сол күндерді кейде сағынамын, деп еске алған еді бір сұхбатында. Әнші шығармашылығының ең жарқын кезеңі Музарт тобы. 2001 жылы Мейрамбек Беспаев, Сәкен Майғазиев, Мақсат Базарбаев үшеуі Музарт тобын құрады. Ең алғаш орындаған әні Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Қанат Ибраимовтың «Сенің көзің» әні. 2003 жылы аталған трио өз елім атты алғашқы жеке концертін береді. 2005 жылы Мақсат Базарбаев топтан бөлек шығып, оның орнына Кенжебек Жанәбілов келді. Ал 2008 жылы Музарт тобының құрамына музыканттар алынып, топ вокалды аспапты ансамбльге айналды. Бүгінде Музарт тобы 20 жылдан астам уақыт қазақ даласын жан тебірентер әндерімен тербеп келеді. 2013 жылы қыркүйекте Музон телеарнасынан EMA жүлдесінде Музарт тобы үздік ұжым номинациясын жеңіп алды. Мейрамбек әнші
термеші ғана емес, сонымен қатар бірнеше киноға да түскен. 15 жасында режиссер Қаныбек Қасымбековтың «Қоштасқым келмейді» фильміне шақырылады. Ал 2010 жылы Баян Алагөзова продюсерлік еткен әрі барлық өнер адамының қатысуымен түсірілген «Ғашық жүрек» атты кинокартинада өз-өзін сомдайды. 2017 жылы елге сәлем атты әншінің 30 жылдық шығармашылығына арналған концерт өтті. 2008 жылы Құдай берген талантымен, қазақылығымен, одан қалса сымбатымен көптің жүрегін жаулап, ел ықыласына бөленген Мейрамбек Беспаевтың өмірінде қиын кезеңдер басталды. Әнші қатерлі дертке шалдықты. Бір айда 30-35 келі салмақ тастап, адам танымастай арықтап кеткен. Ауырған кезде өнерге құлқым да, зауқым да болмады. Тіпті ән айтқым да келмейді екен. Басында қандай диагноз екенін білген жоқпыз ғой. Бұдан кейін ән жазамыз ба, жоқ па, бір Құдай біледі деп Арман мен Қалқаманға өтініш жасадық. Әлі есімнен кетпейді. Өзім 10 метр жүрсем шаршап қаламын. Бір айда 30-35 келі тастап, ішімде бір үрей пайда болды. Бірақ өз-өзімді қинап, әнді жазуым керек деп студияға келіп, әнді әрең айтып шыққаным бар, деп еске алады Мейрамбек сол бір қиын кезеңді. Әнші қатты ауырып жүдеп қалған кездері ел арасында неше түрлі сыбыс тараған. Әйелі тастап кетіпті, сахнаға енді оралмайды деген әңгімелер пайда болған. Ауыр науқасқа шалдығып, алыс жақын шетелдерде ем қабылдап жүрген кездерде залдағы көрермендер, тіпті салтанатты кештерге барған кезде ол Мейрамбек емес деген қаңқу әңгіме шығарып, көбісі есептескісі келмей сенбей жүрді. Ақшасы былай тұрсын, сенбеген кезде адамның жүрегі ауырады екен. Сол кездегі Мейрамбектің батылдығына мен таң қаламын. Егер мен Мейрамбектің орнында болсам, сондай күйде халық алдына шығарма едім, шықпас па едім, білмеймін, деген еді қасында жүрген досы, әнші Сәкен Майғазиев сұхбаттарының бірінде. Әнші Мейрамбекке ауыр дертті жеңуге отбасы көмектескен. Мейрамбекпен бір сахнада, бір топта ұзақ жылдар ән айтып жүрген әнші Сәкен Майғазиев өмірдегі, өнердегі досын көзсіз батырға теңейді. Мейрамбек сахнада қалай, өмірде де солай. Қазақта көзсіз батыр деген теңеу бар. Мейрамбекті көзсіз батыр дер едім. Музарт вокалды аспаптық ансамблінің қалыптасуына да бірден бір себепкер болған Мейрамбек. Тәуекелге бел буатын азаматтардың санатынан, дейді Сәкен Майғазиев. Ал Музарт тобының тағы бір солисті Кенжебек Жанәбілов Мейрамбектің қандай қасиеті ұнайтынын айтты. Өзінің істегенін мойындай білетін жақсы қасиеті бар. Өзінің қателіктерін білетін азамат, дейді ол. Ал Мейрамбек Беспаевтың өзі кешірімшіл жан екенін байқатты. Мен кешіре алмайтын ештеңе жоқ. Бәрін, тіпті сатқындықты да кешіремін. Бірақ енді біраз уақытқа дейін ренжіп жүретін кездер болады. Іштей өкпелейсің, алайда көп ұзамай ол да кетеді. Десек те мен өз-өзіме кешіре алмайтын қателіктер бар. Ондай қателіктерім көп менің. Балалық шақта, есейген кезде, бойдақ кезде жасаған қателіктер бар деп ағынан жарылған еді әнші сұхбаттарының бірінде. Жалпы ол өзін өнерде бағы жанған өнерпазбын деп санайды. Талай қыздың арманына айналған қоңыр дауысты әнші 2004 жылы отау құрды. Ол өзінен 10 жас кіші Мархабат есімді аруға үйленген. Бүгінде ерлі-зайыпты Кәусар және Әбухайыр есімді 2 бала тәрбиелеп отыр. Біреуге ес-түссіз ғашық болдым деп айта алмаймын. Қарамастан өлсем күйім деген жағдайға да барған емеспін. Шыны керек, көбіне гастрольдік сапарларда жүретіндіктен менде мұндай жүрістерге аса көп уақытта бола бермейтін. Мен сүйгеніме қосылған адаммын. Жарыма ғашық болдым. Осыған қуанам, тәубе деймін. Шын сүйгендер қосылмайды дегенге өз басым сенбеймін. Бұл деген сезімге қатты беріліп кеткен адамдардың әңгімесі деп ойлаймын. Тіпті кейбір адамдар бақытының қасында жүргенін де байқамайды. Сондықтан айтарым, қасындағы адамыңды бағалай білу керек. Үйден гөрі түзде көп жүретін Мейрамбек ата-анасының, отбасының қасында жиі бола алмайтынына қынжылады. Өзімді керемет әкемін деп айта алмаймын. Өйткені үйде көп бола бермеймін. Балаларымның тәрбиесімен көбіне мархабат, туысқандар айналысқаннан кейін өзімді керемет әкемін деп санай алмаймын, дейді ол.
Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Мейрамбек Беспаевтың денсаулығы сыр берді. Осыған қатысты Мейрамбек Беспаев Стан.кз тілшісіне пікір білдірді, деп хабарлайды Айқын.кз. Өнер жұлдызының денсаулығына ақпарат агенттігінің ұжымы да алаңдап, жағдайын білмек болып қоңыраулатты. Алайда WhatsApp желісі арқылы хабарласқанымызда бәрі жақсы деп қысқа қайырды әнші. Review-News бағдарламасының мәліметіне сәйкес, өнер иесі сырқаттанып тұрса да, өнердегі досы Ринат Зайытовтың жеке шығармашылық кешіне қатысқан. Айтыскер ақынның концертіне санаулы сағаттар қалғанда әншінің денсаулығы сыр берген. Өнер иесі күтіп отырған қалың көрермендерді ескеріп, дәрігерлерден жарты сағатқа сұранып, поэзиялық кеште төбе көрсетті. Айтыскер ақын әншінің ел аузында жатталған талай хит әндерінің авторы. Жұлдызымыз ауырмай, сырқамай, отбасымен бірге баянды да бақытты ғұмыр кешсін. Осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Тобыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.